Бірде жаратқан иеміз пендесінен сұрапты дейді. Сен үшін намазды не үшін оқисың? Оға жаратқаным сен үшін оқимын. Жоқ, сен намазды жамандыққа жоламау үшін, өзіңді өзің қорғау үшін оқисың. Ей пендем, сен оразаны несін ұстайсың? Сенің үшін, Тәңірім. Жоқ, сен оразаны өзіңнің денсаушылығың үшін, ішкі қаралымнан тазалау үшін және күнәдан тазару үшін ұстайсың. Соныменен пендесі не айтса да Алла жоқ деп соңында айтқан екен дейді. Ей пендем, есіңде болсын. Сенің мен үшін істейтін амалың тек біреу ғана. Досымды дос деп біл, қасымды қас деп біл деген екен дейді. Адам ата жұмақтан не үшін қуылды? Жақсылық пен жамандықты айырылмағандық үшін. Сондықта жақсылыққа жақын жүріңдер, жамандықтан алыс жүріңдер. Жаман жақсы білінер қылған істен, қорқау жолдас болмайды жолбарыспен. Кесепаты жаманның көп болғанмен, шарапаты жақсының болар үстем. Я, менің достарым,